Үй жанындағы құмсалғышта 6 жасар бала отырған. Ол бір нәрсеге ренжігені анық. Баланың жанына кішкентай қыз келді. «Неге жылайсың?» деп сұрады қыз. «Мен иығымнан айырылдым», деді бала ренжіп. «Мені ұстаңыз. Мүмкін біз бірге ойнаймыз?» деп сұрады қыз баланың шпателін созып. «Шойын. Менің атым Жения», деп жауап берді бала, әлі де иіскеп, бірақ жымиып. «Ал мен Ирадаммын, дос болайық». Қыз қолын ересек адам ретінде созды, бірақ күлкілі түрде. Бұл әлі де ата-ананың қарауынсыз балалар қауіпсіз жүре алатын, лимонад әлі дәмді болған, қашан, ағаштар үлкен болған кездегі тамаша уақыт болды. Әйелдің отбасы жаңа пәтерге көшкен еді, ал бала алғаш рет аулаға серуендеуге шықты. Алғашқы кездесу ол үшін тағдырлы болды. Махаббаткерлер. Олар Жения мен Ира деп атады. Балабақшада бірге, мектепте бірге. Жігіттер тіпті бір партада отырды. Басқа ұлдар гараждардың төбесінде жүгіріп, қоршау жасап жүргенде, Жения әлі де сүйіктісімен әлек болды. Кейде балалар оны бұл үшін қорқытады, бірақ бала бұл туралы оны алаңдатпады. Бірақ біреу Ираға жаман сөз айтқан кезде, Жения таудай орнынан тұрып, қылмыскерге жұдырықтай жүгірді. Бірде батыл бала аяғынан қатты тістеп алып, ашуланған үлкен итті қорқып кеткен қыздан қуып жіберді. Әрбір студенттің өміріндегі ең қызықты күн, мектеп бітіру күні келеді. Жения жаңа костюм киіп көрді. Бұл оның спорттық фигурасына өте талғампаз көрінді. Жігіт көп жылдар бойы бокспен айналысқан және спорттық шенге ие болған. Ирочка жай ғана керемет көрінді. Ақшыл қоңыр шаштары оның нәзік иықтарына түсіп, оның әдемі фигурасы сәнді қызыл көйлек киген. Түлектер ақымақ болды, бұрын әр отбасында бейнекамера болмаған. Балалар, болашаққа деген тілегімізді жазып алайық, 10 жылдан кейін кездесіп, кімнің орындағанын білеміз, деді Ира. Жігіттер бұл ұсынысты қуана қабылдады. Бәрі ақша, бақыт, махаббат, атақты тілей бастады. Женияға келгенде бала мынаны айтты. «Мен әрқашан бейбітшілік болғанын қалаймын. Барлығының бақытты болғанын қалаймын. Бірақ егер бірдеңе болса, қыздар, уайымдама, біз сені қорғаймыз». Ол соңғы сөздерді балаша, стихиялық күлімсіреп айтты да, оның барлық сыныптастары «Ура!». Егер Ира үздік студент болса, Жения әрқашан бағалар мен 2-ші жыл қалу мүмкіндігі арасында маневр жасады. Жоқ, ол ақымақ емес еді. Үнемі түрлі эксцентриктермен айналысатын әзілкеш мұғалімдерге ұнамады. Ира күйеу жігітке қанша әсер етпекші болғанымен Жения түзелмейтін. Ал егер Ира мектептен кейін колледжге бару керек болса, Жения әскери комиссардың шақыру қағазына қол қояды. Ұстауда достары көп болды. Барлығы тост айтып, қызметте сәттілік тілеп, ішіп алды. Тек Ира дымқыл көздерімен отырды. Ол тіпті бетінен туш ағып кетпес үшін көзінде қозғамады. «Бәрінен қашайық», деді Жения кенет сыбырлап. Ира жай ғана оның бағытына басын изеді. Көшеде қараңғылық түсіп, екі ғашық қол ұстасып, тротуар бойымен жүрді. Олар үнсіз қалды. Сөздің қажеті жоқ еді. Жігіттер бірге өткізген әрбір минуттан ләззат алды. Жения Ираны үйге қайтарып жатқанда, қыз кенеттен ұсыныс жасады. «Жения, маған кел. Ата-аналар саяжайда, сондықтан біз жалғыз боламыз. Мен саған шай берейін», деді қыз ұялып. Бұл шайға ешқашан келмейтін. Дәлізде Ираның өзі Женияға шабуыл жасап, оны нәзік сүйді. Бұл олардың өмірлеріндегі алғашқы шынайы сүйісу болды. Жения олардың достығы туралы бұрыннан білетін, сондықтан олар ғашықтардың қоштасуына кедергі жасамады. «Ир, жылама, мен бітіру кезінде бірдеңе болса, сені қорғаймыз», деп уәде бергенмін. Бұл бар болғаны 2 жыл, деп сендірді жігіт қызды жымиып. Сигнал естілді, пойыз қозғала бастады, ал Ира ұзақ уақыт бойы пойыздың артындағы платформамен жылап, қолын бұлғап жүрді. Сен не ойлап тұрсың? Соңғы уақытта өзің болмайсың», деп күбірледі жатақханадағы бір бөлмеде. Ира институтта 2-ші курста оқып жүрген болатын. 6 ай бойы Жениядан хат келмеді, оған жігіт оны ұмытып кеткендей көрінді. «Досым, сен демалуың керек, Катя бүгін кеште. Сіз міндетті түрде баруыңыз керек», деді Инка көршісі. «Жоқ, мен бармаймын. Мен де психологияға дайындалуым керек. Психология сізді ешқайда қалдырмайды. 1000 жыл өмір сүрді және өмір сүре береді.
Бірақ сізге демалу керек деп жалғастырды Инка. Шынында да, институтта оқыған жылы Ира ешқашан кештерге немесе ойын-сауық орындарына бармаған. Мүмкін шынымен баруым керек пе? Деді қыз айнадағы әдемі жүзіне қарап. Катка студенттердің көңілін көтеретін. Оның ата-анасы кедей адамдардан алыс болды, сәнді пәтері бар. Сол күні кешке ата-анасы үйде болмағандықтан, қызы кеш өткізуді шешті. Бұл өмір мерекесіне бір топ студенттер шақырылды. Кейде алманың құлайтын жері жоқ сияқты көрінетін. Алкогольдің барлық түрлері де кем емес еді. Студенттер мезгіл-мезгіл танысу үшін Ираға жақындады. Сұлу қыз көптеген жігіттерді бей-жай қалдырған жоқ. Дегенмен Ира көкжиекте пайда болғанша бәрін өшірді. Өзіңізді оның мойнына тастаңыз. Ира жаңа қонаққа бірден назар аудармады, бірақ біраз уақыттан кейін жігіт оны тәтті сөздерімен баурап алды. Макстың қалжыңдағаны сонша, оны мазақ еткені сонша мұңайып, Ира сәл көңілін көтерді. Жігітке қоңыр ат құйрығы бар сұлу қыз ұнады. Табиғи сүйкімділігімен. Бірақ ол өзінің ғашықтың адалдығына күмәнданды. Сонда да қыз Макспен кинотеатрға баруды қабылдады. Қандайда бір күлкілі комедия болды, ал Ира көңілді көңіл күймен жүрді. Оның үстіне жақын жерде қызды үнемі қалжыңдап, көңілін көтеріп жүретін Макс бар еді. Бұл жолы жатақханаға жақындаған бойжеткен бұдан бұлай қашпай, бетінен сүйді. Макс әлі де қызды құшақтағысы келді, бірақ кейін ол тартып алды. Макс қызды бір айға жуық жұптастыруға тырысты. Шынымды айтсам, Ираның өзі жігітпен кездесуді асыға күткен болатын. Күнделікті серуендеуден кейін Ира бұдан бұлай қоштасудан ұялмайтын, жеңіл сүйіспейтін де, нәзік құшақтары да жоқ. Дегенмен істер ешқашан бұдан әріге бармады. Мұның бәрі Катяның үйіндегі бір кеште болды. Макс бұл сұлулықтан үнемі динамит болудан шаршады. Ол қыздардың бәрін бірден алуға дағдыланған. Тек Ира оған әзірге тым қатал болып шықты. Кешке ол ақырындап, Ираның көңілін аударып тұрғанда, оның стақан сырасына арақ құйып берді. Ира аздап ішіп алды, бірақ Макс дайындаған кірпі қатты әсер етті. Макс қызды қолтығында ұстап, артқы бөлмеге апарды. Катя бұл бөлмені ешқашан кештерде пайдаланбаған, өйткені ол қызықты сәттер үшін қажет болды. Бөлмеде төсекте жатқан Ира аздап есін жинай бастады. Максим, болма, өтінемін, жасама. Алайда оны тоқтату мүмкін болмады. Мастық, қол тигізбейтін нәрсені иемденуге ұмтылу, нәзік сұлу дененің жақындығы Лавеластың санасына көлеңке түсірді. Құштарлықпен сүйіп, қыздың ернін жауып тастады. Қыздың есеңгіреп қалған санасы бұл сүйіспеншілікке жауап берді. Төсекте жатқан жас жұбайлар нәзік құшақтай бастады, ал Макстың шебер қолдары қызды шешіп жатыр. Ал, сен, Ирка, оны маған бер. Катя жуыну үшін жуынатын бөлмеге кірген кезде күлді. Бір аптада емес. Өзінің шытырман оқиғалары кітабына тағы бір кенені жазған жігіт қызға қызығушылық танытуды қойды. Және көп ұзамай Ира оның жүкті екенін білді. Осы уақыт ішінде Макстан басқа оның ешкімі болмады, сондықтан әкесі кім екендігі туралы мәселе болмады. Жігіт телефонға жауап бермеді, сондықтан қыз оның қайда тұратынын білуге шешім қабылдады. Бірден емес, бірақ сонда да Катя жергілікті ханымның мекен-жайында үй телефонында берді. Максимді кіреберісте күтіп тұрған Ира тоңып қалды. Қызды тыңдап, ол жай ғана қол бұлғап, Ираның оңды-солды бәрімен ұйықтап жатқанын және мас болғанын айтып, ол тіпті кешке де беруге дайын болды. Содан кейін жігіт үйіне кетті. Қызды қорлағаны сонша, онымен бұрын ешкім сөйлеспеген. Бірден есіме жұдырықпен қарсы тұруға дайын тұрған Женя түсті. Қыз жылай бастады. Оған қоңырау шалыңыз, үйіне қоңырау шалыңыз, ата-анасы жауап берсін. Мүмкін олар оған ақшамен көмектесе алады деп кеңес берді. Инна көп ойланып, Ира нөмірді терді. Мен сіздің қайда екеніңізді және ұрпақтарыңызды кіммен тамақтандырғаныңызды білмеймін, бірақ мен сізден Максимді алаңдатпауыңызды сұраймын. Егер сіз қайта қоңырау шалсаңыз, мен полицияны шақырамын. Желінің екінші шетінде дыбыстық сигнал естілді. Ираға тіпті сөйлеуге рұқсат етілмеді. Қорланып, қыз орындыққа отыра берді. Ира үтіктеу үстелінде тұрып, үтікті ұстады. Жақын жерде теледидар жыпылықтап, жаңалықтарды көрсетіп тұрды. Бойжеткен саяси жағдайды, саясаткерлердің кездесулерін құлағының ұшымен тыңдады. Диктор шұғыл жаңалықтарды жариялау үшін хабарын кенет үзді.
Шеден соңғы жаңалықтар. Бүгін содырлар біздің арнайы жасақ қызмет ететін бақылау өткізу бекетіне тағы да шабуыл жасады. 30 қолы таңылған жігіт әйтеуір аяғынан тұрып қалды. Бірдеңе айтшы. Журналист сарбазға бұрылды. Біз сені қорғадық, естідің бе? Біз сізді қорғадық. Иранның көз жасы ағып кетті. Қан мен кірі арқылы ол таныс бет ерекшеліктерін таныды. Ол өзінің ғашық құсын таныды. Медицина қызметкері журналистке жүгіріп жетіп, оны жаралы сарбаздан алып шықты. Көрмейсің бе? Ол таң қалды, деп айғайлады дәрігер. Осы кезде түсірілім үзіліп, диктор басқа жаңалықтарға көшті. Ира бітіру кешіндегі сол қымбат кассетаны табу үшін сөреге жүгірді. Мен әрқашан бейбітшілік болғанын қалаймын. Барлығының бақытты болғанын қалаймын. Бірақ егер бірдеңе болса, қыздар, уайымдама, біз сені қорғаймыз. Ол соңғы сөздерді балаша, стихиялық күлімсіреп айтты да, оның барлық сыныптастары «Ура!» Ира жылап оның ішін сипады. Қыз 8 айлық жүкті болды.